көрермендер, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір клиника Абдувалиев, клиника народной медицинадан сөйлеп тұрмыз, прямой эфир. Мен бұл клиника туралы біраз сөз таныстырып өтпекшімін. Менің фамилиям Абдувалиев, Аширбек Абдувалиев, мен Ташкенттің тумасы боламын. Қазір Шымкентке келгеніме 9 жылдан асып жатыр уақыт. Шымкентке келіп біз қазір клиника аштық. Бұл клиника именно связан с лечением народной медицины. Қазір қазақша береміз ғой, эфир полный. Енді мен айтайын дегенім бүгін былай. Мен айтайын дегенім, вообще халықта народный медицина туралы онша түсінше жоқ та. Народный медицина дегенде көп халық не ойлайды? Көп халық ойлайды, купсу, оқу, соқу, қамшымен ұру, тағы не бар? Адамның бірін-біріне ыстық беру, соғып беру деп сол мәселені ойлайды да. Фактически народная медицина деген бұл целый үлкен ғылым. Үлкен ғылым дегенде бұның басында кім тұр? Бұның басында Гиппократ, Гален, Авиценна тұр бұның басында. Енді медицина екіге бөлінеді. Біреуі современный, біреуі восточный медицина бұл. Енді осы восточный медицинаның барлық білімдерін қазіргі современный медицина қолданбайды. Қазіргі современный медицина бұл европейский медицина деп аталады. Бұл европейский медицина бұл 17-18 ғасырда пайда болған, яғни Европада, Германия, Франция, Англия. Одан кейін Совет үкіметі орнатылғаннан кейін бұлар уже секен-секен біздің Орта Азияға келе бастаған. Орта Азияға келгенде біздің Орта Азиядағы бүтін тәуіптерді, бүтін ғылымды бұл орыс империясы полный басып, жоқ қылып, құлақ қылып, бәрін өлтіріп біткен. Біткенде сонда бұны Ибн Синаны алатын болсақ, Ибн Сина целая школа болған, Авиценна. Авиценна даже бүтін Европада Авиценнаның даңқы болған. Авиценнаны өзі Абу-Али Ибн Сина, бұны Европада Авиценна деп ат қойған болған. Даже медицина деген сөзінің өзі осы Авиценнадан келіп шыққан дейді. Яғни бұл таджикский фарси слово мадаты сино. Мадаты сино дегені, мадат бұл жәрдем, сино. Синоның жәрдемі деген сөзден шыққан деген версия бар. Насколько правильно, насколько это я не могу гарантировать. Бірақ осындай версия бар. Енді мен айтпақшымын, қазір восточный медицинаның өте түрлері көп, потому что әр елдің өзінің восточный медицинасы болған, восточный медицина өзінің народный медицинасы болған. 1000 жылдан алдын келіп жатқан өзінің қағидасы болған. Яғни біздің түркі халықтарымыздың осы Средний Азияда өзбек, қазақ, тәжік, татар алатын болсақ, бұл бәріміздің өзіміздің қағидасы болған. Бұл қағида барып сол Ибн Синаға тақалады. Ибн Синадан былай қарай тарқаған. Даже біздің ескі ата-бабаларымыздың бәрі бұл қағидамен байланысты. Ыстық суық деген не нәрсе? Ыстығым асып кетті, суығым асып кетті, қан алу, диета ұстау, аштық ұстау, іш тазалау, бәрі осы ескі медицинадан келіп жатқан нәрселер. Енді әр елдің өзінің ескі народный медицинасы бар. Қытайдың өзінікі бар, китайский народный медицина, Chinese traditional medicine деп аталады. Индияда өзінікі бар, Индияда аюрведа аталады. Мысалы үшін Вьетнам, Корея, бәр жерінде болған, Тибет, бәрінің өзінің қағидасы бар. Енді бұл медициналардың бәрінің түбін алып келетін болсақ, бұлардың философиялық основасы бір. Бұлардың бәрі философияға основа, бұлардың бәрінің основасында мизаж деген теория бар. Бізде бұл мизаж деп аталса, Қытайда янин деп аталады. Индияда ол вата питта капа деп аталады. Тибетте ол три элемента деп аталады. Бұның барлығының основасында философия бір. Бұл яғни мизаж теориясы. Бұл философик теория, бұл өте күшті теория. Адамға диагноз қойғанда, емдегенде, режим дайындағанда бәрі осы теорияға основа келеді. Бұл өте күшті теория. Бұның арқасында диагноз қойылады, ем жүргізіледі, нәтиже өте күшті. Енді мен өзім кандидатский китайский медицина бойынша болған Ленинградта 3 жыл оқығам, ол кезде Совет үкіметі бар еді. Кейінгі докторский Ибн Сина медицинасы бойынша болған. Бұл Қытаймен бірге совместный защита қылынған Ташкентте. Авиценна бойынша. Авиценнаның мизаж теориясы бойынша біз докторский жақтырған. Қазіргі күнде біз осы менің бүтін ғылыми нәтижелерімнің барлығын қазір халыққа беріп жатырмыз. Халыққа қолданып жатырмыз қазір. Яғни біздің бұл жерде қағидалардың ең бірінші основалары не? Мизаж теориясы бір. Екінші, адам зат бірінші өзінің духовный состояниесын ұстау керек. Духовный состояние болғанда қалай? Бірінші Аллаға сену керек. Бәрі нәрсе Алланың рұқсатымен болады. Бүйен Аллаға сену дегенде, мысалы Алланың айтқаны болды, мен ауырып қалдым, мен Алла қашан шифа береді дегенде аспанға қарап жату керек емес. Соған әрекет жасау керек. Алла бергеннен кейін